5-ші бет 10-шы есеп. Пошташы түске дейін үйге 8 хат әкелді. Ал түстен кейін одан 3 хат артық әкелді. Бір күнде пошташы неше хат әкелді? Ал енді шартын жазайық. Сонымен түске дейін 8 хат, ал түстен кейін 3 хат артық дейді. Яғни белгісіз 3 хат артық. Түске дейінгіден. Және бір күнде дейді. Бір күнде ол түске дейін мен түстен кейін. Яғни барлығын табамыз. Шешуі. Ең бірінші біз түстен кейінгіні тауып аламыз. Артық болғанда қосамыз. 8-ге 3-ті қоссақ 11. Бұл түстен кейін. Ал енді барлығын табу үшін түске дейінді, яғни 8-ді, сосын түстен кейін, яғни 11-ді қосамыз. Тек 19 хат. Бұл барлығы. Жауабы барлығы 19 хат әкелді. Келесі. Мектепке 22 кішкентай және 15 үлкен парта келді. Олардың 17-сін бірінші сыныпқа, ал қалғанын екінші сыныпқа қойды. Сонда екінші сыныпқа қаншасын қойды? Сонымен бірінші сыныпқа және екінші сыныпқа деп жазып аламыз. Бірінші сыныпқа белгілі 17, ал екіншісі қалғаны деп тұр. Яғни белгісіз. Ал барлығы 22 кішкентай және 15 үлкен. Оны барлығына жазамыз. Шешуі. Ең бірінші біз кішкентай мен үлкендерді қосып аламыз. 22 қосу 15 тең 37. Бұл барлығы. Ал енді осы 37-ден бірінші сыныпқа қойған 17-сін алып тастаймыз. Сол кезде екінші сыныпқа қойылған 20 парта шығады. Жауабына екінші сыныпқа 20 парта қойылды деп жазамыз. Видео ұнаса, лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақтарды да қарап, тереңдетілген математиканы үйреніп ал.